Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын Нұрлы Ай деген каналға жазылып, басқалармен бөлісе кетеміз. Әлем өркениетінің 10 ұлы қолбасшысы. Бірінші Шингис хан, Азияда тұңғыш біртұтас мемлекет құрушы, өз заманының аса ірі және де мемлекет қайраткері, ежелгі ру басшысы Есугей Баһадурдың отбасында туған. Өзінің әскери талантының арқасында және де дұшпандарының әлсіздігі мен бытыраңқылығын пайдаланып 1183-1204 жылдарда үкімет билігі үшін күресте негізгі жауларын Мергіт тайпасының көсемі Тоқтадан бастап Найман тайпасының басшысы Таянға дейінгі талқандады. Кең байтақ территорияны басып алды. Сөйтіп онда мекендейтін көптеген ру тайпалық одақтастардың бірден бір билеушісі болды. Осы жеңіс және де тайпа көсемдері өз маңында топтастыруға бағыттаған бірсыпыра әлеуметтік шараларды жүзеге асырудың нәтижесінде Темужин дала ақсүйектері құрылтайының шешімімен барысшылы 1206 жылы барлық тайпаның ұлы ханы болып жарияланды да Шыңғыс хан түркі тілдеріндегі теңіз деген сөзден шыққан деп есептелінген лауазымын алды. Шыңғыс хан Есугейден кейінгі хан сайланды. Шингис ханның аты моңғолдардың қорғансын деп Шыңғыс хан атаған. Екінші Ескендір Зұлқарнайн Аркетах Төмениттер әулетінен шыққан. Біздің заманымыздан бұрынғы 336 жылдан бастап ежелгі Македония патшасы, әлемдік державаның басшысы, адамзат тарихының ең ұлы қолбасшыларының бірі Александр, шын мәнінде Филипп патшаның ұлы, Македонский деген қосымша есімі, ал шығыс халықтарының арасында осы қолбасшының қос мүйізі бар екен деген лақабат тарап кеткен. Сондықтан ол Зұлқарнайн қос мүйізі аталып, осы Зұлқарнайн яғни Македонский патша да қазақ даласын жаулап алуға құмар болған көрінеді. Ол қол астындағы жауынгерлерге қарағанда әлденеше есе көп әскер бар. Дарий патша күйрете жеңген соң өз жаулап алған жерлерін көбінесе қала тұрғызып, грек эллин мәдениеті енгізе бастайды. Оның күл-талқан етіп жойып жіберген қаласының бірі Каир қаласы, Крифолус. Осы қаланы қайта тұтас, яғни лақтылы орын қайта еккен ғалымдардың арасында әлі күнге дейін дау туғызып келеді. Дегенмен көпшілік ғалымдар оны қазіргі Қоқас қаласының маңында немесе Ходжент қаласының орнында болған деген тұжырымға тоқтайды. Үшінші Әмір Тимур, атақты моғол және де түркі тектес халықтардың билеушісі, Темір әулеті империясының негіздеушісі. 1370 жылы Мәуереннахрды басып алып, 1405 жылға дейін 35 жыл билік құрған, 27 мемлекетті қол астында бағындырған. Әлем жаулаушысы шайқастардың бірінде Темір екі саусағы кесіліп, бір аяғы жаншылады, аяғы өмір бойы сырқырап ауырып, ақсақ болып қалған. Ол Темирлан, дұрыс, Темирленге паршы ақсақ Темір атанады. Әмір Темірдің Тимуридтер империясын негізін қалаған. Барлас руынан шыққан. Барлас тайпасының биі Тарғай бектің баласы. Барлас руы түркі тілдес тайпаның жатқан қазіргі ұрпақтары өзбек халқының ішінде кіреді. Барластар Шыңғыс ханның жаулап алуының кезінде қазіргі Моңғолия жерлерінде Орта Азия көшкен. Әмір Темір арғы атасы Қаражер бек еді, оның баласы Иналжек бек еді, оның баласы Әйгілер бек еді, оның баласы Беркелер бек еді, оның баласы Мұхаммед Тарғай еді, оның баласы Әмір Темір. Төртінші Ганнибал Барка, қолбасшы, дарынды стратег, Карпаган мемлекетінен шыққан. Бесінші Сугараб Александр Васильевич, әскери қолбасшы, орыс өнерін дамытушылардың бірі, генерализм, әскери қызметті 1748 жылы капрала дәрежесінде бастаған. Судыровтың қолбасылық таланты орыс-түрік соғыстарының кезінде көрінді. Бұл соғыстар барысында Ноғай, Қарада, Шеркес, Шешен тағы басқа халықтар көп қырғынға ұшырады. Ноғайлардың бір бөлігі 180 мың отбасы Түркияға қоныс аударды. 1774 жылы 10 маусымда Колдужот елді мекенінің түбінде Субароба 18 мың әскермен түркі армиясының 40 мың қолын талқандап ең ірі жеңіске жетті. Ресей патшайымы Екатерина II Судыровты Пугачев бастаған шаруалар соғысын 1073-75 жылдарда басуға да пайдаланды. 1174 жылы тамызда көтеріліс ошағы Еділ мен Жайық аймағында келген Суровқа
Пугачевтың тұтқындау және көтерілісті жедел басу тапсырылды. Көтерілісті басуға жетекшілік жасаған генерал Фангие 1075 жылы 22 маусымда жазған хатында Суворов сырым бастаған қарулы топтар тосыннан шабуыл жасап тез арада ғайып болады. Оның артынан қуғынмен ешкім жете алмайды. Бүгіннен бастап бірде-бір қолайлы сәтті жібермей Сырым батыр бастаған қазақтарды қай жерде кездессе де өлтіріңдер деп бұйрық берген. 78-79 жылы Қырым және Кубаны корпусының қолбасшысы Суворов Қырым түбіндегі Ресей құрамына қосу бағытталған әскери іс-шараларды жүргізді. Генерал Ашеев Суворовтың әскері 1789 жылдың 11 қыркүйегінде Реминық түбінде түркі әскерлерінің 90 мың қолын жеңеді. 1790 жылы түріктің Измир қаласы өрнегі үлкен жетістіктердің бірі болады. 1794 жылы поляк халқының ұлт-азаттық көтерілісін басуға жіберіледі. Брест, Колосогия, Коблавка түбінде, содан кейінгі Варшава алған Судоровка беделмишал атағын берілді. 6. Еділ Атила Батыс ғұн тайпалары одағының аты аңызға айналған көсемі. Рейн Қара теңіз солтүстігіне дейін варвар тайпасының өз билігін жүргізген. Адамзат тарихында өзіндік орны бар тарихи тұлға. Сол кезеңнің оқиғалары туралы тарихи шығармаларды, жылнамаларды және эпикалық туындылардың мәліметтері кездеседі. Сонымен қатар германдықтардың батырлары жырының 18 шығармасында ғұндар мен оның патшасы ұлы істер көрініс тапқан. Еділдің тұсында империя өзінің шарықтау билігіне көтеріледі. Шығыста Кавказға, батыста Ренеге, терістігінде Даниялық аралдарға күнге дейін Дунай өзенінің оң жағалауын қоса аған жерлерді ғұндар бағындырады. 444-453 жылдары қайтыс болған күніне дейін Еділ жалғыз өзі ғұндар мемлекетін басқарады. 7. Салахаддин Юсуф ибн әл-Аюб Мысыр мен Сирия сұлтаны 1175-1193 жылдары сұлтан болған. Күрд мұсылманы 3-ші крест жорығының қарсы мұсылмандарды басқарған билігінің шарықтау кезінде өзі негізін қалаған Аюб династиясы Мысыр, Сирия, Ирақ, Хиджаз және Именді билеген. Ол крест ұстанушылар мұсылмандар қарсылығын бастап ақырында Иерусалим крест ұстанушылар патшалығының құрсауынан Палестина бөлігін босатады. Сол себепті де ол араб әлемінде мұсылмандар күрд ішінде танымал ірі тұлға. Салахаддин қатаң түрде сунни ислам ұстанған. Ол ешқашан жеңілген жауларын жәбірлеп өлтіріп немесе қинаған емес. Хатин соғысынан кейін кейбір оқиғаларды ескермегенде оның жалпы барлық сонымен қатар мейірбандық қасиеттері христиандық тарихшыларды да әсіресе Моавтағы Керанақтағы қоршауға алғанын атап көрсетеді. Салахаддин Мысыр патшасы 15 ғасырда қолба жезбе деректерінде сол қолында еуропалық билік белгісі Салахаддин Аюб әулетінің негізін қалаушы. 8. Гай Юлий Цезарь ежелгі Римнің саяси қайраткері, қолбасшы, жазушы. Цезарь патрициялық Юлий әулетінің өкілі, билеуші. Суланың тұсында Римді тастап кіші Азияға кетуге мәжбүр болады. Сула қайтыс болғаннан кейін біздің заманымыздан бұрынғы 78 жылы Римге қайта оралып саяси күреске араласады. Цезарь жазушылықпен де айналысады. Оның 2 шығармасы Гала соғысы жөніндегі жазбалар мен Адамзат соғысы жөніндегі жазбалар біздің заманымызға дейін келіп жетті. Бұл шығармаларға ойластырылған айқын композиция, қарапайым түсінікті баяндау, кейіпкерлердің нақтылығы, жекеленген адамдар мен халықтардың, әсіресе галларды тәртіпштеп сипаттау, көркем тілі тән. Цезарьдің біздің заманымызға дейінгі сақталмаған сөздері мен хаттарының жинақтары 2 памфлетті бірнеше өлеңмен жазылған. Еңбектері Грахмая жөніндегі тракты белгілі. 19 ғасырға дейін Еуропаның әскерлері С-ның әскери өнерін оқып үйренеді. Наполеон Цезарьдің еңбектерінің әрбір офицер білуге тиіс деп есептеді. Цезарь стратегиясының негізгі соққы бағытын дұрыс анықтай білу, қарсыластарының арасында алауыздықты пайдаланып, оларды жеке-жеке талқандау, батыл стратег, айлы әрекеттерін жүзеге асыру, жаяу әскер мен флотты бірлескен қимыл ұйымдастыра білу тән болатын.
9. Наполеон Бонафарт, Франция мемлекетінің қайраткері, қолбасшы, император. 1804-1815 жылдарда, 1769 жылы 15 тамызда Корейска аралығындағы ақсүйектер отбасында дүниеге келген. 1785 жылға дейін Брен және де Париж әскери мектептерінде оқыған. Франциядағы 1789-1794 жылғы революция кезінде Тулон қаласын азат еткен үшін 24 жасар Наполеон бірінші капитандықтан бригадалық генерал дәрежесіне дейін көтеріледі. 1796 жылы Италия жорық жасаған армияның бас қолбасшылығын тағайындаған. Осы және де кейінгі Египетке жасаған жорықтардың кезінде өзін аса көрнекті қолбасшы ретінде көрсетті. 1799 9 қарашада 18 Брюмертте биліктегі дағдарысты пайдаланып мемлекеттің төңкеріс жасаған. Осы елде ағылшынды консулдық, одан кейінгі империя 1804 жылы 18 мамыр түнді әскери диктатура орнатты. якобшілер мен роялшыларға соққы берді, өнеркәсіп пен сауданы дамытты. 1800 жылы француз банкін құрды. Мемлекет қуатты арттырудың басты тірегі өнеркәсіп дамыту деп білді. Әскери өнер саласында революция Франция армиясының қалыптасқан жаңалықтарын одан әрі жетілдірді. Тарихи жағдайға байланысты орасан зор әскери күшті тактикалық және де стратегиялық жағын тиімді пайдалана білді. Оның әскери қағидасы сан жағынан әлсіздікті қимылдың жылдамдығымен толтыру болды. 1804 жылға дейін республика атағын жамылып келген диктатуралық үкіметтің буржуазиялық мемлекетін нығайтуды пайдаланды. Диктатура кезінде сақталған ұлттық уәкілеттікті сайланып қалатын басқару жүйесін жойды және де бүгінгі Францияның астанасы Париждің қазіргі түрін алғаш жасаған адам. 10. Ұлыс бірінші Сүлейман 1520 жылдан бастап өмірдің соңына дейін, яғни 1566 жылға дейін басшылық еткен. Османлы империясының 10-шы сұлтаны. 1520 жылдың 22 қарашасынан бастап ел басқарып, 1538 жылдан бастап халифа атағын алған Сүлейман Османлылар әулетіндегі аса ұлы сұлтан болып табылады. Оның кезінде Османлы форты өзінің дамуының шарықтау шегіне жетті. Батыста ол Кермен Сүлейман атымен танымал, ал шығыста оны Осман империясының саяси істерін толықтай қайта құрғаны үшін Кануни атайды. Сүлейман 16 ғасырлардағы Еуропаның ең танымал монархы, әскеристердің қолбасшысы және де Осман империясының ең көрнекті ханы болып табылады. Сүлейман христиандық Еуропаға қарсы жорықтардың өзі басқарған. Сүлейман ел басқару, білім, қылмыстық құқықтық жөніндегі заңдарды өз қадағалап шығарған. Оның канонилық құқықтары оның өлімімен кейін де бірнеше жылдар бойы қолданылған. Ол ақын, заңгер болуымен қатар Осман империясының әдеби әлемінің, сәулет өнерінің және де көркемдік өнерінің дамуына зор үлес қосқан. Сүлейман қатарынан 5 тілді жетік білген. Олар османлыша, арабша, шағатайша, өзбекше немесе ұйғырша арасындағы ежелгі түркі диалектісі, парсша және де сербше. 1566 жылы Зекетвар түбіндегі шайқаста қаза тапқан.